Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге жаңа тақырып, жаңа тарау әлемнің 7 кереметі лексикография, 7 ғажайып сыры тақырыбын өтеміз. Видеоның көбісі бізде тіркелмей көреді екен, сол үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, видео одан сайын көп уақыт тез шығып отыратын болады. Сол үшін белсенді болыңыздар. Барлық тапсырма жауабымен шығады. Ендеше кеттік. Мәтінді рөлге бөліп оқу керек, және мына 3 сұраққа жауап беру керек. Әлемнің 7 керемет туралы бұрын естідіңдер ме? Иә, бұрын ғаламтордан оқығаным бар, немесе жоқ, естіген жоқпын, немесе естідім. Яғни бұл мәтін бізде 7 керемет туралы, әлемнің 7 керемет туралы айтылған. Екіншіден, 7 ғажайып атаулы сырынан нені аңғардыңдар? Атына зат сай екен, немесе бұған ұқсас не деп оқығанына не түсіндіңіздер? Яғни олар шынымен де әлемнің кереметі болуға лайық, иә? Әлемнің 7 керемет туралы кеңірек ақпарат алғың келе ме? Әрине келеді, немесе иә, мен ақпаратты көп білгім келеді деп жауап беруге болады. Келесі, оқылым мәтіннің бірінші азат жолын орфоэпиялық нормаға қайта жазып шығыңдар. Яғни бірінші азат жол мына ел аузында деп басталып, ақыры тапты дегеннен аяқталатын бір азат жолды біз орфоэпиялық нормаға сай жазуымыз керек. Орфография бізде дұрыс жазу, ал орфоэпия дұрыс айту, яғни айтылуына сәйкес осылай көшіріп шығуымыз керек. Келесі, оқылым мәтіні бойынша талдау кестесін толықтырыңдар. Мәтіндің басты тірек сөзі бізде 7 ғажайып аспалы бақ. Негізгі ой 7 ғажайыпты білу, негізгі ойға қосымша ақпарат көрсету, 7 ғажайыптың атаулары берілген, яғни 7 түрлі атауы. Төртіншіден, мәтінге нақтырақ тақырып қойыңдар. Нақты тақырып қоюға болады 7 ғажайып. Автордың тарапынан берілген пікірді білдіретін сөйлем қайсы ең соңғы абзацта берілген. Мәтіннің мазмұнын нақтылайтын қорытынды ең соңғы сөйлем. Келесі, берілген сөздерді түзетіп, екі бағанға бөлек бірге жазылатын сөздерді жазу керек. Мына еш уақытта, ешқайда, ет тұмсықты дегенді бізге бірге жазылама, бөлек жазылама, соны бөлу керек. Бізде бірге жазылатын сөздер қаламқас, төраға, ешқайда, төртелі. Бөлек жазылатын сөздер еш уақытта, ет тұмсықты, мұзды, балақ, мінтағу, сара жол, теле, өнім, тұрғын үй, тірек сөз, азат жол, ақбидай, аздап қана. Келесі, 7 ғажайып туралы жинақы мәтін жазыңдар. Мәтінде кездесетін біріккен сөздерді қалай жасалған түсіндіріңдер. Бұл жерде біз жинақы мәтінді интернет дереккөзінен алдық, және енді бұл жерден бізде біріккен сөздерді табу керек. Бізде біріккен сөздер бұл жерде өте көп емес. Үлгі ретінде, бірақ осыны алып жазсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.